Ертеде бір данышпан өмір сүріпті. Оның 3 ұлы, 1 қызы болыпты. Қызы да ұлдары да ақылды болып ер жетіпті. Айдан ай, жылдан жыл өтеді. Әкесі әбден қартаяды. Күндердің бір күнінде шал ұйықтай алмай дөңбекши береді. Мұны сезген кемпірі мен қызы: "Сізге не болды? Бір жеріңіз ауырып жүрген жоқ па? Жоқ әлде алыс жүрген балаларыңызды сағынып жүрсіз бе?" дейді. "Иә, сағындым. Оның үстіне бір арманым ішінде кетіп барады." Сонда қызы әкесінің алдына келіп: "Арманыңызды айтыңыз, мүмкін көмегіміз тиіп қалар" дейді. Шал айтады: "Ешқандай құпия жоқ. Менің 3 ұлымның 3-еуі де ақылды. Сонда да біреуінің ақылы артығырақ болуға тиіс. Соны білу менің арманым." Қызы сәл ойланып: "Ой әке, осығанда қайналасыз ба? Қыдырып барып балаларыңызды сынап келіңіз" деп қыз бен кемпір жол қамына кіріседі. Азығын сусын дайындап, атын ерттеп беріп жолға салып жібереді. Аз жүре ме, көп жүре ме, кім білсін. Бір күні үлкен ұлына жетеді. Баласы зор құрметпен қарсы алып, қолынан келгенінше сыйлайды. 2-3 күн жатып мауқын басып, 4-ші күні қайтпақшы болады. Баласы тағы да қой алдырып сойғызады. Тамақ пісіреді. Етін қазаннан түсіріп қойып, нанын салып жатқанда шал баласына қарап: "Қарағым, ана етінің жақсы жерінен бір кесіп берші" дейді. Ұлы жақсы жері дәуде болса санның еті шыға деп, сан етінен кесіп береді. Шал аздап ауыз тиіп қойып қояды. "Балам, енді жаман жерінен кесіп берші" дейді. "Еттінде жаман жері бола ма?" деп ұлы сәл ойланып тұрып: "Жаман жері деген тіс өтпейтін сіңір шығар" деп сіңірден кесіп береді. Сіңірді алып аздап ауыз тиеді. Артынша тамақ та келеді. Тамағын жеп, сыйына риза болып, ел жұртпен баласымен қоштасып қайтады. Данышпан жүріп отырып 2-ші ұлына келеді. 2-ші ұлы да зор құрметпен қарсы алып сыйлайды. Әкесі қайтар күні 1-ші ұлына қойған сауалын қояды. 2-ші ұлы да 1-ші ұлының істегенін қайталайды. 2-ші ұлына да риза болып қайтады. Ол енді 3-ші ұлына келеді. 3-ші ұлы да зор құрметпен қарсы алып сыйлайды. Қайтар күні 2 ұлына қойған сауалын кіші ұлына да қояды. Сонда кіші ұлы: "Мұнда бір сыр бар шығар" деп ойлайды. Сосын бастың тілінен кесіп береді. "Балам, енді жаман жерінен бір кесіп берші" дейді. Баласы тағы да тілден кесіп береді. Сонда әкесі тұрып: "Балам, мұның қалай? Саған жақсы жерінен кесіп бер десем, тілден кесіп бердің. Жаман жерден кесіп бер десем, тағы тілден кесіп бердің" дейді. Сонда баласы: "Ой әке, сіздің сынап отырғаныңызды біліп тұрмын. Жақсы да жаман да, ұрыс керіс те, өсек те бәрі осы тілден шығады. 2 елі ауызға 4 елі қақпақ дегендей, әр адам өз тіліне сақ болса, еш уақытта ұрыс керіс болмас еді. Басқа пәле тілден" деген екен. Қарт 3-ші ұлының ақылдылығына өте риза болып қайтады. "Осы ойлар маған ұнады. Сіздермен бөліскім келді. Өкпеге қисанда аз ғұмырыңды сыйластықпен өткіз. Бүгінгі адам, ертеңгі топырақ. Бір үйде қанша жан барсын, бір-біріңе қонақсың. Сыйлассаң тіріңде сыйлас, өлген соң жыласпа. Тірі адамда мүмкіндік көп. Еске, сүй, құшақта, аяла, бауырыңа бас. Әр секундында қимастарыңа арна. Ешкім мәңгілік емес. Ыстық құшағында еркеле. Алла адам баласына көп мүмкіндік, уақыт берді. Өкпе, реніш, наз, ол еш уақытта бітпейді. Егер сен бітірмесең, әр кездескенде жоғалтып аламау деп бауырыңа бас. Көрсет шын ықыласыңды. Қоштасарда да көріспей қалсамшы деген оймен қимай қоштас. Білдір сезіміңді. Көрсет, ол адамның саған қымбат екенін. Қу тірліктің күйбенімен уақыт зымырай береді. Ештеңе дәл бүгінгі қайталанбайды. Әр уақыттың да, адамның да қадіріне жете біл. Сен өлгенше өштесіп жүрердей, ол да шайтан емес. Не сен, не ол бірінші кетеді. Сол кезде өкінбейтін бол. Кішкене ғана ғұмырында адал болайықшы. Қасыңызда жүрген адамдарды бағалай біліңіз. Ол туысқаныңыз, жаныңыздағы жарыңыз, досыңыз, сырласыңыз, құрдасыңыз, тағы басқалары болуы мүмкін. Ол адам бүгін бар болуы мүмкін, ертең бар болуы мүмкін, арғы күні бар бола ма, жоқ па белгісіз. Кейін ол сізден алыстап кетсе, саныңызды соғып қалмаңыз. Өмірде ештеңеге мәңгілік деп қарамаңыз. Ақшаға да, ол сізде қазір бар болса, кейін болмауы да мүмкін. Тіпті мен де оқып отырған сіз де мәңгілік емеспіз. Туысқаныңды, бауырыңды сағындым ба, жай ғана хабарлас. Ізде, сағынып кеттім деп айта сал. Мама, папа, сіздерді де қатты жақсы көремін. Күнде
хат хабар жаз, сезіміңді уақытында айтып үйрен. Ештеңе де маңызды емес. Ақшада, атақта, мансапта, байлықта, сұлулық, менмендік, көкіректік, машина, қымбат сотка, қымбат киім, тек қана сезім, ата-анаға деген, сүйген жарға, балаға, дос құрдас, бауырға деген, туысқанға деген, басқа да өмірдегі адамдарға деген сезім маңызды. Сезім жақсы көру, сағыну, іздеу, ол үшін алаңдау, бауырмалдық, мейірімділік, адалдық, достық көп кете береді сансыз. Сезімсіз адам өмір бос. Кейін бармағымызды тістеп қалмайық. Ешкімді өкпелетпей, ешкімді жамандамай, ешкімге өкпелемей, кек сақтамай, көргенде, сағына көріскенде, ойнап күліп әзілдесіп жүргенге не жетсін. Шіркін, өмірімізде ақша көп болғанда, құлағанда демейтін, ауырғанда жүгіретін, жылағанда жұбататын, маңдайда күлдіретін, қиналғанда көмектесетін жанашырымыз, жанымызда игі жақсыларымыз көп болсын. Адамдарға сіз не берсеңіз, олар сізге екі есесін береді. Өзіңіз сыйлы болғыңыз келсе, іздегеніңіз, сағынғаныңыз, қаласаңыз, алдымен өзіңіз жасаңыз сол іс-әрекетті. Көкірегіңіздегі өзімшілдікті тыйыңыз. Жазса өзі жазсын, іздесе өзі іздесін. Мені ешкім іздемейді. Мен неге оны іздеуім керек дейсіз білем. Кішірейгеннің абыройы тасады дейді. Иә, рас. Адамдарды қуантуға, жақсылық жасауға, жылы сөз айтуға тырысайық. Сіздің жылы сөзіңіз оның бүкіл ғұмырын өзгертетін шығар бәлкім. Барды бағалайық. Бұл өмір қамшының сабындай өте қысқа.